Біз 11-12 әскерден келдік, және сен 13 күні өнер көрсеттің. Иә, дұрыс. Бірақ менің бар көргенім, хак эвент бар еді ғой, 13 маусымда болған. Сол кезден видео өте көп болды. Шын ба? Өнер көрсетіп дірілдегеніңді көрмегелі біраз болыпты. Дірілдеді ма ол? Иә, қобалжығаннан ғой. Қатты қобалжыдым мен. Әскерден келе сала шықтым ғой мен. Соны айтам, әскерден келе сала өнер көрсетті ғой. Фестаны топпен бірге жасағалы көп болыпты. Төбелесу дейсің ба? Феста дем, феста. Дұрыс естімегенмін ғой. Топпен төбелеспегелі көп болды деп естіп қалдым мен. Феста дедім. Біздің топта төбелесетінде көп күш бар деп айта алмас едім. 13 жылдан кейін бірге топ ретінде өмір сүріп, Пусан концертін жасай алатынымыз уақыты да ерекше, және мағынасы да зор деп ойлаймын. 13 жылда біраз еңбек еттіңдер. Осындай кезде Намджунның өзі жоқ дейсің ғой. Иә, Намджун, жарайсың. 13 маусым бірдеңе жасаймыз ба? Спайн брейкерді айтамыз ба? Менен неге сұрап жатырсың? Биін сен қойдың ғой, Хён. Бәріміз борышымызды өтеп шықтық. 4 жыл бұрынғы банктанышын және қазіргі банктанышын есею деген не және қалай екен? Қалай өзгердім деп ойлайсыңдар? Ол кездері 20-да едік, қазір 30-дамыз. Оны бәрі біледі, Хён. Ол кезде Джин 30-да болды ғой, Юнги да 30-да болды. Жоқ, халықаралық жаспен 29-да болдым мен. 20 мен 30 жастың аралығында үлкен айырмашылық бар ма? Менің ойымша, күш қуатым аздап кеміді. Ойлауым өзгерген сияқты. Ол кезде ештеңеге қарамай жұмыс жасайтынмын. Ұят та жоқ еді. Қазір да жоқ емес пе сенде? Ұяласың ба қазір? Иә. Мысалы, неден ұяласың? Қазір сәл қорқақ көзқарас бар сияқты. Жұмыс істеп жатқанда, бейне материал жасап жатқанда, немесе бейне түсірілімдерде, мен әдемі болып тұруым керек еді, қалай тұр екенмін деген сияқты. Осылай жасасам, түрім жаман шығады ма екен деген сияқты қорқыныш. Мен психологиялық тұрғыда сәл сабырлы болған сияқтымын өз басым. Бұрын бейне түсірілім кезінде ашуға оңай ерік беретін едім ғой мен. Эмоция бірден басыма шығатын ол кезде. Бірақ қазіргі күндері өзімді оңай тыныштандыра аламын. Иә, ондай да болып тұруы мүмкін. Өмірде бәрі болады деген сияқты. Иә, ондай тұрғыдан қазір бәріміз сабырға келген сияқтымыз. Соңғы кездері тіпті ашуланып та жүрген жоқ сияқтымын мен. Менің ойымша, топта ешқандай өзгеріс жоқ. Иә, жеке тұлға ретінде әрқайсымызда өзгеріс бар, бірақ топ ретінде келгенде ешқандай өзгеріс байқалмайды. Сол өзгерістердің барлығы көрінбей қалатын сияқты. Менде, мысалы, өзім туралы айтсам, біраз өзгердім деп айта аламын. 180 градусқа өзгердім десем де артық емес. Алайда топпен араласқанда бұрынғы Намджунды көре аламын. Хён, сенімен бетпе-бет сөйлескен кезде менде де ой болған. Өзгерді ме екен, қандай болды деп, бірақ саған қарап тұрсам, шынымен еш өзгеріс жоқ. Менің ойымша, уақыт қатты өзгерген сияқты. Корона болды, жасанды интеллект келді, контент біраз өзгерді, зымыраған уақыт. Солардың арқасында адамдар да өзгеріп, қазіргі қоғам мүлде басқаша сияқты. Қазір мүлдем басқа эра. Бірақ соған қарамастан жетеуміздің энергиямыз өзгермеген сияқты менің ойымша. Өзгерген тек уақыт қана. Ал менде мынандай ой. Тұлға ретінде, мысалы, әрқайсымыз өз өмірімізден жақсы нәрселерді алып өзгердік делік. Ал топ ретінде алсақ, бізде қандай өзгерістер орын алды екен деген ойға мен былай жауап берер едім. Біз жұмсардық. Бұрынғыдай ұрыспаймыз қазір. Өз арамызда ма? Иә, өз арамызда. Енді біз даптарда еркекпіз ғой. Жасымыз 30-ға келді. Жалпы ойым осы. Ұрысудың не мәні бар қазір? Бәрін жасап үлгердік қой осы кезге дейін біз. Ең бастысы деніміз сау болып, иә, мен де соны айтам. Аман есен осы турды бітірсек екен. Иә, ешқандай гастрольдік дертсіз. Дұрыс тамақтанып, дұрыс ұйықтап, арасында ауырып қалсақ жаман болады. Жанкүйерлермен бірге көңіл көтеріп, иә. Ал енді Тэхён армиялармен ұзақ уақыттан кейін көріскен соң, айтқың келетін нәрселерді әдемілеп жеткіз. Сөз маржанын тердегің келеді. Керемет, бірақ неге соншалықты салтанатты? Артына үлкен жүгілгендей болдың ғой. Не айтсам деп Джеминайдан сұрап отыр қазір. Банктан деп қайттан астына кіреміз ба? Сөйтеміз ба? Не іздеп жатыр екен сондай күлкілі? Соңғы рет шарап туралы сұрап едім, маған қазір шарап туралы бірдеңелер жазып жатыр. Сүйікті армия, сіздермен бірге көрісуді қаншама уақыт армандадық. Алда талай концерттер бар, соның бәрінен ләззат ала аласыздар деген үміттемін. Және осы турда барынша көңіл көтерейік. Барлығы бақытты әрі сәтті аяқталса екен. Біз жетеуміз әлі талай шыңды бағындырамыз. Таллера, банктан, астына кір. Шынымен кіреміз ба не? Ой, бұл